Мен пакет үшін қырылмаймын, достар. Мен мүлде ұрыспаймын. Мен вообще просто бар ғой. Мен халыққа мынаны түсіндірмеді. Маңында сендер пакетті қанша сатып алады. Пакет еще олар сұрайды бетіңе базар. Оны кассирлар мен сияқты емес, ол жақта базардағыдай емес. Анан көрсетейін. Кассирлар бүйтіп тұрады ол жерде. Уже потому что надоел уже елдің бәрі. Анада бүйтіп тұрады. Пакет керек па? Еще пробивает. Пакет керек па? Керек. 15 теңге чик или 10 теңге чик. Все бітті. Пакет уже платный. Потому что ол пакетті біреу жасайды. Саған ақшамен алып келеді. Ол пакет сен сатып аласың. Мына пакет, достар, ручкасы бар пакет. Былай потолокта маған бүйтіп салбырап, пакеты деп түспейді, өкінішке орай. Мен де бұны оптовкадан сатып аламын. Потом келген кезде, егер маған пакет берсем, мен айтам, 5 теңге алып қалам онда десем, пакет платы 5 теңге десем, өлдіңдер ма пакеттен, өлдіңдер ма ақшадан, ачикана патикана деп сөйлеп кетеді, обязательно сөйлеп кетеді. Ну ладно, я ничего не говорю. Просто мен бар ғой. Біз енді жалпы, если бы мынаны мен өзім үйде отырып создавать етсем, мына маған потолоктан бүйтіп деп салбырап түссе, или аспан отырып біреу лақтырса, мә сорлы, мә деп лақтырса, мен на пакетке бар ғой, риза болып сіздер бесплатно таратады едім. Жарайды, на без ручки пакетті сметанаға етек салып бересің, әлі. Мынандай пакеттерді сатасың десем, що бүйтіп тұрады уже. Сен не? Аттынына паттына, саттынына маттына, каттынына паттына, ачықана пачықа, афуфырна-фырна-фа. Просто, ребята, түсініңіздер, что же пакеты тоже бесплатно не берутся. Окей? Мы тоже их покупаем. И соны ақшасын шығару керек біз. Ручкасы бар пакетті. Мен өзім клиенттеріме, кейбір постоянно клиенттерім өздері білет пакетпен келеді. Ана апаларым, айкен пакет деп шығарды. Мен өзім пакетім бар, керек емес пакет. Дейді. Давайте, пакет емес, рюкзакпен жүріңдер, достар. Удобно. Тем более базарға шыққанда.